Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, имам Ахмадтан жететін хадис, Анас радиаллаху анху айтады: бізге дейді адамдарға ораза ұстауды бұйырды дейді бір күні. Сөйтіп айтты: сендердің еш қайсыларын ауызды ашпасын дейді, мен рұқсат бермейінше дейді. Халық тұтты ораза, кеш батқан уақытта кісілер келді: Алланың елшісі, мен ораза тұттым, маған ауыз ашу рұқсат бересіз бе дейді. Кісілер келетін, әрқайсысына рұқсат беретін ағайындар. Бір кісі келді: Алланың елшісі, бір екі бойжеткен қыз бар, олар келуге ұялып тұр, ауызды ашу рұқсат бересіз бе дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бас тартты. Әлгі кісі қайтадан айтты, қайтадан бас тартты. Сонда Алланың елшісі былай дейді: олар ораза тұтпаған дейді. Сен барды ол екеуіне құс деп айт дейді. Сөйтіп барады, айтады, пайғамбарымыз айтқан хабарын жеткізеді. Олар құсқан уақытта ұйған қан құсады дейді ағайындар, екеуі де. Басқа бір риуаятта хадистің екеуін шақыртады. Сөйтіп екі не әкеледі, тостақ табақ. Екі табақты алдарына қояды, енді құсыңдар дейді ғой. Сонда екеуі қан, ірің ұйған қан құсады екен. Құсып, соны толтырады екен ағайындар. Алланың елшісі айтады: мына екеуі дейді, Алла адал еткен нәрсемен ауыз бекітті, бірақ күндіз бойы біреулердің айыбын айтып, біреуді жамандап, бауырларын етін жеді дейді ағайындар. Харам нәрсемен ауызды ашып қойды дейді. Бұл ораза кезде де біреуді ғайбат айтса, біреуді ғайбаттаса, ораза бұзбайды, бауырлар, түсінді ма? Бір сауабы келмейді. Бұл хәл, бұл жағдай пайғамбардың несі, бұл мұжизасы. Бауырлар, бұл шынайы жеркенішті екеніне халыққа, үмбетке көрсетті. Жеркену керек. Жәбир радиаллаху анху жететін хадисте, имам Бұхари жеткізеді хадис, сахих хадис. Бауырлар, біз пайғамбарымызбен бірге бір сапарда болдық дейді. Екі қабірдің қасынан өттік дейді. Сонда пайғамбарымыз осылай айтты: мына екі қабірдегі кісі екеуі де азап тауып жатыр дейді. Азап көріп жатыр дейді. Ол екеуі үлкен күнәға азап тауып жатқан жоқ дейді. Ғұламалар былай түсіндіреді: үлкен күнә ғой негізі ғайбат, дұрыс па? Бұл жерде былай түсіндіреді: олар ғайбатты үлкен деп санамады дейді. Түсінді ме? Жай ғана майда кіші күнә деп санаған, тіпті күнә деп санамаған да олар. Өздерін ақтаған. Бізде ақтайды ғой өзіміз, біреулер ақтайды ғой. Менікі ғайбат емес деп не дейді? Ғайбат айтатындар бар ғой. Мұны айтады бауырлар. Олар дейді, екеуі үлкен күнә деп ойламады дейді. Үлкен күнәға не? Үлкен деп қарамады, ойламады. Адамдарды ғайбаттаған, біреуіне кіші дәретсіздіктен сақтанбаған. Істей бұрау мәселесі ғой. Қалай болса дәрет алған, сол намаз оқыған, түсінді ме? Сонда пайғамбарымыз айтады: маған екі дымқыл ағашты алып кел дейді. Сол екі ағашты қабірге қатап қояды екен. Бұлар кепкенше олардың азабы не? Жеңілдетеді дейді. Яғни бұл үлкен күнә. Өйткені қабірде үлкен күнә үшін азап болады.